Мына жерде қара малдың іш майы, күздігүні сойған қаздың майы, мінекей іш майлары әппақ болып әдемі қатып жатыр. Мына жерде жылқының майлары. Осының бәрін қазір ұсақтап турап тоңмай жасаймын. Сиырдың іш майы қуырылып жатыр. Енді үстіне қаздың майын қосамын. Майлар шыжғырылып жатыр. Қазір осының үстіне жылқының іш майын әкеліп қосамын. Майлардың шыжғыру процесі жалғасып жатыр. Май біраз еріді. Енді үстінен құйып, сүзіп ала беруге болады. Тоң майдың ерекше қасиеті бар. Ондай маймен қаншама қуырып тағам жасасаңыз да ешқашан күймейді. Баяғыда аналарымыз шелек-шелек тоң майды дайындап алып, сол майды жыл 12 ай бойы пайдалана беретін. Сондай табиғи, таза малдың өнімі.